Мысалға, мына сөзді мен айтпағаныма 5 жыл болды. Қайтып келген қыз жаман. Айтамайсың. Өйткені әр әулетте ажырасқан қыз бар. Қалай айтасың сен оның себебіне кірген жоқсың ол? Баяғы заманда қоғамдық институттар жұмыс жасап тұрғанда, действительно қыздың ажырасып келуі ауыр оқиға болатын. Бүкіл себеп жасалынып тұр ғой. Қызды берерден алдын ол зерттелген, бір-бірімен араласқан, кішкентай кезінен ұл мен қыз ойнап өскен, бір-бірін полный қоғамдық институт жұмыс жасап тұр, сөйтіп тұрып қыз қайтып келсе, қайтып келген қыз жаман деп айтасың. Қазір қоғамдық институттың біреуі жұмыс жасамайды, көшеде махаббатпен қосылып кеткен, біраздан кейін болмай баратса, оны сен қалай кінәлайсың біреуді біреу? Өйткені оның артындағы негіздер, оларды қосқан үлкендердің атқармаған шаруасы болып жүр. Ұлдың орны ұл ғой шіркін қашанда деген өлеңді айтатын еді ғой баяғыда тойларда. Айтамайсың оны. Себебі кейбір семьялар қызықты қыздан көріп отыр, ұлдан емес. Біреудің жарасын ба жейсің ба сонда? Жоқ әлде ана қызды мойындамайсың ба? Олай емес. Өзгерген қоғамбыз. Мүлдем басқа ситуация келіп жатыр. Әлгі Мұхтар Шаханов айтқандай, мордасы ғана қазақ дегендей, әйтеуір бір сыртқы несі қазақ, қазақша сөйлейді, ассорти ән тыңдаған сияқты, әйтеуір дәстүрден бірдеңеден жорамалы бар, кит кигізеді, құйрық бауыр асатады, әйтеуір примерно бірдеңкелер істелініп жатыр. Бірақ философиясы, мағынасы, түпкі себебін білмейді қазақ.